Сәлеметсің бе оқушым? Бірінші сыныптың математика пәні 54-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы басқатырғыштар мен ребустар. Осыған дейінгі дәл осы тақырыпта берілген 53-ші сабақта мектептегі мұғалімің басқатырғыштар мен ребустардың не екенін және олардың шығару жолын түсіндірген болар. Ендеше біз осы алған білімімізді пысықтаймыз, басқатырғыштарды табуды, оларды шешуді үйренетін боламыз. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аудара ғой. Тапсырманың нұсқаулығында былай дейді: әр мысалдағы үлкен сан жасырынған затты ата. Ендеше бірінші мысалға қарайық. Бұл жерде бірінші қосылғыш ретінде таңқурайдың суреті, екінші қосылғыш ретінде қара жидектің суреті және қосындының мәні ретінде құлпынайдың суреті бейнеленген. Қай суреттің артында үлкен сан жасырынған? Құлпынайдың артында үлкен сан жасырынған. Неге? Себебі кез келген өрнекті алатын болсақ, екі санның қосындысын, мысалы 2 мен 3-тің қосындысы 5-ке тең екенін ескеретін болсақ, екі санның қосындысында үнемі үлкен сан шығады. Келесі мысалға қарайық. Бұл жердегі ең үлкен сан жасырынған зат ол апельсин. Тексереміз. Мысал келтірейік. Мысалы 7 мен 4-тің айырмасы 3-ке тең деп жазайық. Бұл жердегі ең үлкен санымыз 7. Неге? Себебі біз үнемі бір санды азайтатын кезде үлкен саннан азайтамыз. Бұл жерде азайғышымыз біздің үлкен сан болып табылады. Осыған ұқсас тапсырмалар кездессе, сен оны енді қалай шешу керек екенін білесің. Екінші тапсырмаға қарай ғой. Бұл жерде де сандар суреттермен берілген. Жалпы бүгін біздің барлық тапсырмамызда сондай сандар суреттердің артына жасырынған екен. Екінші тапсырманың нұсқаулығында былай дейді: тиісті санды тауып, сиқырлы мысалдарды есепте. Бұл жерде 3 бағанда мысалдар берілген. Бірінші бағанға қарай ғой. Қандай санға 1-ді қосқанда мәні 4-ке тең болады? Қандай сан мен 1-дің қосындысы 4-ке тең деп те айтсақ болады? Бұл мысалдың жауабын бірден табуға болады, немесе қалай табу керек жолын білмесең, белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен қосылғыштың біреуін азайтасың. 4-тен 1-ді азайтқанда мәні 3-ке тең. Демек, саңырауқұлақтың артындағы сан ол 3 екен. Енді саңырауқұлақтың артындағы сан 3 екенін ескерсек, төмендегі өрнектің мәні нешеге тең болады? 6-ға тең. Дәл осылай қалған екі бағандағы да тапсырмаларды орындайық. Екінші бағанда да саңырауқұлақтың тағы бір түрі берілген. Ойланайық. Қандай санға 5-ті қоссақ, мәні 9-ға тең болады? Оны білу үшін біз қосындының мәнінен қосылғыштың біреуін азайтамыз. 9-дан 5-ті азайтсақ, мәні 4-ке тең. Демек, бұл саңырауқұлақтың артында жасырынған сан 4. Ендеше 4 пен 4-тің қосындысы 8-ге тең. Үшінші мысалдарға назар аудар. Үшінші бағандағы қандай белгісіз санға 2-ні қоссақ, мәні 8-ге тең? Ол үшін тағы да бірден жауап берсең тіпті жақсы, білмей жатсаң 8-ден 2-ні азайта қой. 8 бен 2-нің айырмасы 6-ға тең. Демек, жапырақ дегеніміз бұл 6 саны. Егер жапырақтың артында 6 деген сан жасырынған болса, онда төмендегі мысалдың жауабы нешеге тең? 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең. Егер менімен бірге ілесіп, дәл осылай жауап берген болсаң, онда жарайсың. Үшінші тапсырма. Математикалық ребустар. Қандай сандар жасырынған тап дейді. Тағы да бірінші және екінші бағандағы тапсырмалар, алдымен бірінші бағанға назар аударамыз. Бұл жерде 3 алма берілген. Бұл дегеніміз қандай 3 бірдей санды қосқанда мәні 10-ға тең, 30-ға тең болатын табуымыз керек. Ол үшін біз 30-ды бірдей 3 бөлікке бөлеміз. Сонда
алманың артындағы сан 10-ға тең екендігін анықтаймыз. 10 мен 10-ның қосындысы 20-ға тең, 20 мен 10-ның қосындысы 30-ға тең. Бұл жерде сен ондықтарды қосу және азайту тақырыбынан алған біліміңді еске түсіріп пайдаланасың. Сонда алманың артындағы жасырынған сан 10-ға тең екен. Егер алма дегеніміз 10 болса, өрнектің мәні 30-ға тең дейді. Сонда екінші қосылғышымыз, яғни алмұрттың артында қандай сан жасырынуы мүмкін? Ойланып жауап беріп көр. Бірден жауап берсең, тамаша. Егер білмесең, әдеттегідей қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайта қой. 30-дан 10-ды азайтсақ, 20-ға тең. Тексереміз. 10 мен 20-ның қосындысы 30-ға тең. Демек, алмұрттың артындағы сан ол 20 саны. Екінші бағандағы тапсырмаларда енді алманың мәні 10 емес, бұл жерде 3 дейді. Егер алманың артындағы сан 3-ке тең болатын болса, онда жүзімнің артындағы сан қандай сан? Ол үшін есептейміз. 3 пен 1-дің қосындысы 4-ке тең. Демек, жүзім ол 4. Алманың мәні артындағы сан 3-ке тең екен біз білеміз. Енді бірінші белгісіз қосылғышты тауып көрейік. Қандай санға 1-ді қоссақ 3 шығады? Білмей ойланып тұрсаң, қосындының мәнінен қосылғышты азайт, белгілі қосылғышты. 3-тен 1-ді азайтасың, мәні 2-ге тең. Тексереміз. 2 мен 1-дің қосындысы 3-ке тең. Енді барлық суреттерді біріктіріп, өрнектің мәнін тауып көрейік. Алманың артындағы сан 3-ке тең екенін біз білеміз. Жүзімнің артындағы санның 4-ке тең екенін білеміз. Алмұрттың артында жасырынған сан 2 екенін білеміз. Ендеше қосамыз. 3 пен 4-тің қосындысы 7-ге тең. Шыққан 7-ге 2-ні қосамыз, мәні 9-ға тең. Міне, үшінші тапсырманы да жасадық. Келесі 4-ші тапсырмаға өтейік. 4-ші тапсырманың бірінші бағанындағысын ғана көрсетейін, екіншісін өзің орындап көр. Біз бос орындарға фигураларды тауып қою керекпіз. Бұл жерде біз қызыл дөңгелектің бар екенін, жасыл үшбұрыштың бар екенін және көк шаршының бар екенін білеміз. Ендеше барлығын көлденең және тігінен қарай отырып тексеріп шығайық. Көлденең бірінші қатарда қызыл дөңгелек бар, жасыл дөңгелек бар. Қандай фигура жоқ? Бұл жерде көк шаршы жоқ. Келесі. Екінші қатарда 2 ұяшық белгісіз. Оған әзірге біз ештеңе жасамаймыз. Біз енді бір ұяшық белгісіз болып тұрған бағанға ауысамыз. Бірінші бағанға қарай қой тігінен. Бұл жерде қызыл дөңгелегіміз бар, жасыл үшбұрышымыз бар. Қандай фигура жоқ мына жерде? Көк шаршы жоқ. Енді екінші қатардың бос ұяшығын толтырсақ болады. Көк шаршыны біз таптық. Қызыл дөңгелегіміз бар. Мына жерге қандай фигура жетпей тұр? Бұл жерге жасыл үшбұрыш жетпей тұр. Дәл осындай тәртіппен екіншісін өзін орындап көрсең болады. Мына жердегі ұяшыққа қандай түсті фигураның жетпей тұрғанын тауып көруге болады. Келесі 5-ші тапсырмада тізбектер берілген. Бұл өте оңай тапсырма. Бұл тапсырманы орындау үшін сен ондықтарды қосу және азайту тақырыбынан алған біліміңді қайталайсың. Мен қазір шығарылу жолын көрсетемін, әрі қарай өзің орындап көр. Бұл жерде алмаларда жазылған сандар, бос орындар және нұсқауларды біз көріп тұрмыз. Нұсқар, стрелка деп айтамыз орысша. Осы стрелканың бойымен қозғала отырып, өрнектің мәнін табамыз. 70 пен 20-ның қосындысы нешеге тең? 70 пен 20-ның қосындысы 90-ға тең. Оны мына ұяшыққа жазып қоямыз. Және әрі қарай жүреміз. 90 мен 40-тың айырмасы 50-ге тең. 50 мен 30-дың қосындысы 80-ге тең. 80 мен 20-ның қосындысы 100-ге тең. 100 бен 70-тің айырмасы 30-ға тең.
30 мен 60-тың қосындысы 90-ға тең. Мына жерде енді қателік кеткен, мында қосу болу керек. 70 пен қандай санның қосындысы 90-ға тең болады. Сонда 20-ның қосындысы 90-ға тең. Осылай екіншісін өзің орындап көр. Ал мен саған жұмыс дәптеріндегі тапсырмалармен қалай жұмыс жасау керектігін көрсетемін. Сонымен жұмыс дәптерінде 54-ші сабақта барлығы 2 тапсырма бар. Біріншісіне қарайық. Біріншісі міне тұр бізде. Сиқырлы мысалдарды жазулармен сәйкестендір дейді. Жазу деп отырғанымыз мына берілген мысалдар. Осы мысалдарды суретпен сәйкестендіруіміз керек. Қарап отырсақ, 2 мысалымыз азайтуға берілген, біреуі қосуға берілген. Мұнда да солай, 2-і азайтуға берілген, біреуі қосуға берілген. Әрине, қосу деп тұрғанымыз бұл мына мысалмен сәйкес келеді. Өйткені қосуға берілген. Мысал, бұл жерде біреу. Енді азайтуға берілген мысал 2. Қалай біз ажыратып табамыз? Ол үшін бірінші суретке назар аудар. Бұл жерде жапырақтар берілген, бірақ байқасаң, бірінші жапырақтың түрі басқа, және екінші, үшінші жапырақтың түрі басқа. Яғни, бірінші қосылғыш басқа, екінші қосылғыш пен қосындының мәнінде бірдей сан дейді мына жерде. Енді қараймыз мысалдардан. Қосындының мәні мен қателестім, кешір, азайтқыш, айырманың мәні. Азайтқыш пен айырманың мәні бірдей деп тұр. Азайту амалына берілгенін есімнен шығып кетіпті. Азайтқыш пен айырманың мәні бірдей деп тұр. Ендеше бірдей сандарды іздейміз. Міне, мына жерде азайтқышымыз 5 және айырманың мәні 5. Демек, бірінші суретпен соңғы мысал сәйкес келеді. Және қалғаны енді міне екінші суретпен бірінші мысалды сәйкестендіреміз. Келесі екінші тапсырмада заңдылықты тап дейді. Қажетті фигуралардың суретін сал. Мына жерде фигуралар белгісіз ұяшықтарда. Біз оларға сурет салуымыз керек. Бірақ алдымен ол үшін біз заңдылықты тауып алуымыз керек. Бірінші шаршыда, суретте қандай заңдылық бар? Бұл жерде дөңгелектер тұр, көріп тұрмыз, иә? Олардың ішінде геометриялық фигуралар бейнеленген. Үшбұрыш, шаршы және дөңгелек. Қарап шығайық, мұнда үшбұрыш бар, шаршымыз бар, дөңгелегіміз бар. Үшінші қатарда үшбұрыш бар, шаршымыз бар, қандай фигура жоқ? Дөңгелек жоқ. Келесі екіншісінде хаттардың немесе қағаздардың, бума қағаздардың бүгілген, әртүрлі берілген. Мұнда жай ғана қағаз, мұнда екінші бір түрі, мұнда үшінші бір түрі. Осыны тексеріп шығамыз. Екінші қатарда белгісіз ұяшық бар, үшінші қатарда барлығы түгел. Мұнда қандай қағаз жоқ? Бұл жерде хат түріндегі қағаз жоқ. Осылай суретін салып қоямыз. Бүгінге сабақтар аяқталды. Келесі 55-ші сабақта кездескенше сау бола ғой.